Бәріне сәлем оқушылар, қалайсыңдар? Жаңа тоқсанның басталуымен. Сонымен бүгінгі тапсырманы бастамас бұрын комментарий, егер мына видеоны көріп отырсаңдар, комментарийге 6-7 деп жазыңдар, немесе рахмет жазыңдар, және де подписка жасап кетіңдер, себебі жаңа видеолардың барлығы подписка жасағандарға ғана көрінетін болады. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге айтады: Match 12 of the words in the box with the places in 1 to 12 in the city simulation game on the page 93. Then listen and check дейді. Яғни мына суреттерге қара дейді, және мына ғимараттардың атын жаз дейді, және де мына сұрақтарға жауап бер. Бастадық. Мен бірінші мына тапсырманы орындамас бұрын саған аудармасын оқып берсем деп едім. Бастадық. Train station, теміржол вокзалы. Offices, кеңселер. Library, кітапхана. Shops, дүкендер. Cafe, кафе. Flats, пәтерлер. Art gallery, өнер галереясы. Shopping center, сауда орталығы. Hospital, аурухана. Park, саябақ. River, өзен. Cinema, кинотеатр. Sports center, спорт орталығы. School, мектеп. Restaurant, мейманхана. Car park, автотұрақ. Factory, завод. Bus station, автобекет. Supermarket, супермаркет. Gardens, бақтар. Community center, қоғамдық орталық. Енді мына суреттер бойынша тапсырманы бастайық. Бірінші суретте train station, мына вокзал, екіде factory, ол бізде завод, үште flats, пәтерлер, төртте gardens, бақшалар, мына бесте libraries, кітапханалар, алтыда offices, офистер, жетіде restaurant, ресторан, сегізде school, мектеп, тоғызда shopping centers, sport centers, онда shopping centers, 11-де river, 12-де bus station болады. Арғары 2-де listen where the people in the city дейді. Мына жерде тыңдалым болып тұр. 1 мен 8-дегі адамдар қай жақта деген екен. Менде аудио жоқ болғаннан кейін оны айта алмаймын, оны апайларымнан сұраңдар. Мына тапсырманы аудиомен орындалады, сондықтан суретсіз нақты жауап көрінбейді. Аудионы жіберсең дәл жауаптарын айтатын едім. Үшінші тапсырмаға келдік. Working pairs retrieve information A to D in the city simulation game. Choose A, B, the listening check дейді. Яғни жауабын тап дейді. Бірде A болады, the bus station, B-де E болады, A болады, the cinema, C-де A болады, library, 4-те D болады, hospital, B болады, hospital. Ол мынау ғой балалар, осыны айтып жатырмыз, мысалға бүйтеді. South Newville, there are 2 or 3 offices, but it isn't nice area. It is the park and there is a river. It is good place for job. Не болады hospital, яғни оңтүстік Нью-Вилла, ол жерде 2 немесе 3 офистар бар, бірақ бұл жақсы аймақ. Бұл жерге парк жақын, және де өзен жақын. And this is a good place, бұл өте жақсы жер. Әрине ауруханаға, ол бізде санфакториса болмайды әрине. Арқарай, мына жақтан керек білсеңдер аударып бере салайын. Мінекей. North Newell, Guadina 4-ші тапсырмаға қарап отырыңдар. North Newell are the some factories in the park of the city. We are next to the railway station and near the city center. This is a good place for. Яғни солтүстік Нью-Вилла, ол жерде бар бірнеше заводтар, және де ол бұл қаланың бөлігінде. Бізге көріп тұрмыз next to келесіде вокзалды, және ол қала орталығына жақын. Бұл жақсы мекен, әрине ол bus station, автобус аялдамасына жақсы мекен. Сиға келдік. This is a city center with its fantastic shops and restaurants. The city center is a good place for. Әрине ол бізде library болады. Яғни қаланың орталығы, ол керемет дүкендер мен ресторандарға толы жер. Сондықтан бұл жерде жақсы болар еді кітапхана болғаны.
B. It is opposite the sports center. It is also New Wheel Sport Shopping Center. There aren't any factories here. There are 10,000 visitors every day. This is a good place for әрине жауап синема болады. Яғни бұл қарама-қарсы спорт орталығына, бұл New Wheel'ның жақын орналасқан шопинг орталыққа бұл жерде жоқ ешқандай заводтар және де 10,000 келушілер осы жерге келеді. Бұл жақсы жер болар еді. Әрине кинотеатрға дейді. Балалар мына жерде North деген ол солтүстік, East деген ол шығыс, West деген ол батыс, және де South деген ол оңтүстік. Ары қарай 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырмада сендерге айтады. There is қолданып орында дейді. There aren't any factories in the town center. All true. Яғни бұл жерде жоқ ешқандай заводтар орталықта. True. There are some shops in the south New Wheel. Яғни оңтүстік New Wheel'да дүкендер жоқ дейді, дүкендер көп дейді. All false. There is a river. True. Бұл жерде өзен бар. Әрине true. There isn't a gallery in the all true. Бұл жерде ешқандай өнер галереясы жоқ. Ол әрине true болады. Ереже. We use some with plural nouns and affirmative sentence. We use any with plural nouns and negative sentence. We use a, o, and with singular nouns in affirmative and negative sentence. Яғни біз бірнешені қолданамыз, жекеше, көпше және болымсыз сөйлемдерде. Біз қолданамыз any'дің бірнешені көпше және негативный және сұраулы сөйлемдерде and қолданамыз. Жай ғана сұраулы да, негативті, яғни сұрақ кезде бәрінде қолдана береміз. Өйткені ол бірді білдіреді, яғни жекешеде қолданамыз дейді. 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада саған айтады. Complete the sentence with there is a, яғни there is a қолдану арқылы мына сөйлем толықтыр. There are some flats next to the park. Яғни бұл жерде бар бірнеше парктер келесі үйлерде, пәтерлерде. Яғни бұл жерде бар пәтерлер келесі паркте. There aren't any flats next to the factory. Бұл жерде ешқандай үйлер жоқ келесіде заводтарға. There isn't a school near the factory. Бұл жерде бір мектеп жоқ заводтың жанында. Балалар каналға тіркеліп комментарийге 6-7 деп жазыңдар, подписка жасаңдар, түсінікті ма? Мен сендер үшін еңбектеніп жатырмын ғой, еңбегімді бағалаңдар. There isn't a factory near the sport center. Бұл жерде ешқандай завод жоқ спорт центрдің жанында. There aren't any office in the park. Бұл жерде ешқандай офистер жоқ парктың жанында. Парктың ішінде there isn't a restaurant opposite the sport center. Яғни шопинг орталығының жанын қарама-қарсы ешқандай ресторан жоқ. Ары қарай 6-ші тапсырмаға келдік. 6-ші тапсырмада write 3 true sentences with the false sentence above New Wheel. For your partner, use the words in the exercise 1 and there is a, they aren't, then correct your partner's false dear. Яғни 3 дұрыс және 3 жалған сөйлемдерді жаз. New Wheel туралы өзінің жұбымен. Use the words in exercise 1 and there is a, яғни there is a қолдан дейді өзінің дұрыста дейді өзінің жұбымен бірге бастадық. Дұрыс ақпараттар, одан кейін жалған ақпараттар, мына суреттерге қараңдар қой балалар. Сосын оның дұрысы. Бастадық. There is a library near the park. Яғни бұл жерде бар парктың жанында кітапхана, ол дұрыс. There are some factories in North New Wheel. Яғни солтүстік New Wheel'да бірнеше заводтар бар, ол true. There is a river New Wheel. Бұл жерде бар өзен New Wheel'да, ол дұрыс. Енді жалған ақпараттар және жалған ақпараттардың дұрысы. There is a cinema in the park. Бұл жерде бар парк, бір парк бар. Бұл жерде бір кинотеатр бар парктың ішінде. There are some offices next to the factories. Бұл жерде бар бірнеше офистер заводқа қарама-қарсы. There is a school opposite the sports center. Бұл жерде бар бір мектеп спорт орталығына қарама-қарсы дейді. Яғни мынаның дұрысы ол әрине there isn't cinema in the park. Бұл жерде ешқандай кинотеатрлар жоқ. There aren't any offices in the next to the factory. Бұл жерде ешқандай бірнеше офистер жоқ келесіде заводтан кейін. There isn't a school opposite in the center. Яғни бұл жерде жоқ бір мектеп қарама-қарсы спорт орталығына дейді. Балалар түсінікті болса рахмет деп жазыңдар, каналға подписаться етіңдер. Goodbye, have a nice day. Мына жақта жаңа видеолар өте көп болады. 6-7 деп жазып кет. Goodbye.